Так, тепловоз 2T25КМ компрессордың ақаулары. Исправности компрессора. Так, на монитордан қалай компрессорға кіреміз. Диагностика қоямыз, ені басамыз. Вспомогательное устройствоға барамыз. Ені басамыз. Біріншісі компрессор. Компрессордың показаниялары. Компрессордың бірінші ақауы. Компрессор қосылмай тұрды. Бірінші очередь тумблерді қараймыз. Ол мынау. Үстіге қарап тұрса автоматты түрде, астыға қарап тұрса ручное управление, ортасына қарап тұрса сөніп тұрады. Сол ортасына қалып қойса сөніп тұрады, компрессор қосылмайды, үстіге көтеріп қоямыз. Бұл бірінші причинасы болуы ықтимал. Екінші причинасы компрессорды қосатын екі автоматтар, біреуі АМК, біреуі SF20 деген. Олар вспомогательный, высоковольтный камерада соған барып қараймыз. Нәбір автомат, АМК де автолат, осы арқылы компрессор қосылады. Жоғары қарап тұру керек. Және міне біреу помощник жағынан SF20 деген автоматына оң жағындағысы. Сол үстіге қарап тұру керек. Осы екеуі қосылып тұру керек. Осыны қарап қоямыз, компрессор қосылмай жатса. Екінші причина. Үшінші причина КДК немесе КУДК құралдары істемей тұрса. КДК негізі компрессорды қосатын КДК онына бұрышта тұрады. КДК үстінде, КУДК астында. Бірінші КДК қосылады, КДК қосылғаннан кейін 3 секундтан кейін КУДК қосылады. Оларды қосатын нәуір реле RU12, үстіне жазылып тұр. Сосын RU13. Осы қосылмай тұрса, осыны қолмен басып, мына жерінен қосып жіберуге болады. Егер мынаны мысалы қолмен қоссам қазір, осыны 3,5 секундтан кейін мынаны қоссам, компрессор қосылады. Кабина машинадан емес, осы высоковольтный камерадан қолдан қосылады. КДК аппаратынан қосылу компрессорды қосады, содан кейін 3,5 секундтан кейін КУДК қосылады. КУДК компрессорды разгон алғызады. Енді осыны высоковольтный камераға кірмей-ақ осы радан да қарап білуге болады. Бірінші көрсеткен АМК дейтін автомат міне сызық тиіп тұр. Демек, бұл автомат қосылып тұр деген сөз. SF20 деген помощник жағында автомат, ол давлениенің автоматы. Автомат система управления SF20 включен, қосылып тұр. Егер қосылмай тұрса, отключен деген болады, барып қосып жібереміз. Одан кейін КДК және КУДК. Данный момент бұл қосылып тұрған жоқ. Себебі питательный магистральный ауасы жеткілікті. 7,5-ға түсіп кеткен кезде қосылады, және 9-ға барғанда сөнеді. Қазір 8-де 6 болып тұр. Сондықтан компрессор қосылып тұрған жоқ. 7,5-ға барғанда қосылады. Сол кезде мына КДК сызығы қосылады, и КУДК қосылады. Егер мынау қосылып КДК, КУДК қосылмай тұрса, значит осыны релесі дұрыс басылмай тұр, қолмен басып жібереміз. Бұл үшінші причинасы. Төртінші причинасы ол датчиктің істен шығуы мүмкін. VR18 дейтін датчик бар, VR18. Ол мына кранның астында. Нәуір датчик. VR18 дейді. Бұл датчик жұмысы питательный магистральды давлениясын осы компьютерге қандай екенін жеткізіп отырады. Егер осы істен шықса, онда компьютерге жалған ақпарат келеді. Мысалы 7 деген 9 деген немесе осындай 8,5 деген ақпарат келіп тұрады да, компрессор қосылмайды. Бірақ на самом деле питательный магистральдың давлениесі түсіп кеткен болуы мүмкін. Бірақ датчик істен шыққан үшін өтірік ақпарат береді компьютерге, сосын компьютер қосылмайды. Ондай жағдайда не істейміз? Ондай жағдайда выход из положения екі түрі бар. Біріншісі, мына тумблерді ручнойға қоямыз, яғни иін астына. Сосын қарап отырамыз.
датчик 9-ға келгенде сөндіреміз, 7,5-ға түскен кезде қолмен қайттан қосамыз. Қосып сөндіріп қолмен нетіп отырамыз. Бірақ бұл кейде жолға қарап отырып ұмытып кетіп, падение давление создавать етуі мүмкін. Сондықтан екінші вариант бар. Екінші вариант высоковольтный камераға кіреміз. Высоковольтный камераға кіргенде оң жағында небір тумблерлар бар. Осы ТДК деген тумблерді жоғары қоямыз. Сол ТДК деген тумблерді жоғары қойған кезде мынаяқтың компьютері ақпаратты келесі екінші секциядан алады. Енді сояқтың датчигінен алады ақпаратты. Сөйтіп выход из положениясынан шығуға болады. Енді оны датчикті ауыстыратын, депода ауыстырады. Біздің қолымызда ондай датчик жоқ. Міне осы компьютер қосылмағандағы істейтін біздің выход из положенияларымыз. Одан кейін екінші неисправность, екінші ақау, керісінше компрессор сөнбейді. Давление питательный магистральда жеткілікті 9-ға барып тұрады, бірақ бұл сөнбейді. Сол кезде не істейміз? Бұл кезде де соны ақауы осы датчикке байланысты, яғни датчик қате ақпарат береді, жеткіліксіз деп. Мысалы 7-7-тен төмен деген ақпарат береді да, сол компрессор качать ете береді. Компрессор істей бергенсін, оның көп тоқтамай істеп тұруының біраз зияны бар. Майы қызып кетеді. Майының қызғаны мына жерден білеміз, перегрев масла деп тұрады. Данный момент нет деп тұр. Яғни масласы майы қызыған жоқ. Егер тоқтаусыз қосылып тұрса, майы қызып кетеді. Ол жағдайда да жаңағыдай істейміз. Екі вариант бар. Ручныйға қоямыз, немесе высоковольтный камераға кіріп, ТДК деген тумблерді жоғары қаратып қоямыз. Яғни келесі секциядан аламыз ақпаратты. Екінші причина КДК және КУДК деген высоковольтный камерадағы екі құрылғы, соның релесі қайтпай қалуы мүмкін. Соны қолмен қайтарып жібереміз. КДК-нікі RU12, КУДК-нікі RU13. Келесі ақау. Осы компьютерге мындай жазу шығады. Компьютер заблокирован, звонковая работа деген. Сондай запись шығады да, компрессор қосылмайды. Ол кезде екі датчикті мана көрсеткен АМК және SF20 деген екі датчикті мана көрсеттім ғой, автоматтарын. Сол екі автоматты сөндіріп қайтып қосамыз. Сол кезде бұл кетеді. Келесі неисправность. Бұл обогрев масла деген жазу шығады компьютерге. Сосын қосылмайды. Бұл деген қысқы уақытта болады. Яғни қысқы уақытта болады. Ұзақ уақыт қосылмай тұрып, оталмай тұрып, тепловозда оталдырған кезде майдың температурасы салқын болғандықтан, компрессордың майының температурасы салқын болғандықтан, майы қызығанша компрессор қосылмайды. Компрессорде өзі специальный майды қыздыратын нагреватель бар. Сол қосылады. Шамамен 45-50 минуттың ішінде майды қыздырады. Сондай 45-50 минут күтеміз. Сол уақытта егер қосылмаса, ол кезде датчик температуры бар компрессорде. Соны ағытып тастаймыз. Оны қасына барып көрсетемін. Осы көрсеткен датчик, температура датчигі, сол істен шыққан болған, істен шыққасын, қанша уақыт күтсекті, компрессор қосылмайды. Сол датчикті ағытып тастағаннан кейін компрессор қосылады. Бірақ әрине убедиться ету керек, нақты білу керек, майының қызғанын қолмен ұстап, температурасын солай сезуге болады. Керісінше компрессор қосылмайды, немесе қосылады, бірақ мынандай сообщение шығады. Компрессордың майы қызып кетті деген. Және мына бір неден де білуге болады. Сол кезде АМК автоматынан, АМК деген мына бір автомат, машинист жағында үлкен автомат, высоковольтный камерада машинист жағында. Соны сөндіріп,
компрессорды сөндіріп, біраз майын суығанын күтіп, сосын барып қосамыз. Келесі неисправность. Бұл компрессор қосылады, бірақ производительность болмайды. Яғни компрессор істеп тұр, қосылып тұр, бірақ питательный магистральдің давлениясы көтерілмейді. Оның екі причинасы бар. Біріншісі адсорбер, яғни осушка, қазір қасына барып көрсетемін. Сода электромагнитный клапандары бар. Ол мына жерден де көрініп тұрады. Продувка колонна 1, продувка колонна 2, продувка фильтров деген. Осы ауа, сыртқа ауа айдайды. Продувка фильтров дегені ол жаңа компрессорден келген ауа осушкаға барады. Осушкаде конденсат және май қоқымдан фильтр ұстап қалады. Кейін сол ұстап қалған қоқым конденсаттарды клапан ашылып, тепловоздың сыртына лақтырады. Сол кейде сол клапан дұрыс істемей, ауаны сыртқа айдап тұрады. Сол кезде жаңа клапанды жай балғамен ұрып, қатты емес жаймен ұрып, клапанды істетіп жіберу керек. Осы үш клапан, продувка колонны 1, колонны 2 және продувка фильтр. Қазір компрессордың басына барып көрсетеді. Екінші причина, компрессор қосылып тұрады, бірақ питательный магистральный ауасы көбеймейді. Ол разгрузочный клапан бітеліп қалса, разгрузочный клапанды барып ашу керек болады. Разгрузочный клапан егер өстіп жоғарыда тұрса, қосылмай, мына ішіне кірмей тұрса, содан білеміз разгрузочный клапанның қоқымға тазарту керек екендігін. Компрессор қосылған кезде мынау квадрат мына ішіне түседі. Оны тағы мына ток компрессордан білеміз. Жақсы показание 400-450 сондай болу керек показаниясы. Бұл сөніп тұр ғой, егер қосылған кезде 400-450-ге бару керек. Егер оған бармай атса, сонда причинасы разгрузочный клапаннан бітеліп қалғаны. Разгрузочный клапанды көрсетем. Разгрузочный клапан дегеніміз мынау. Бірінші мынаны ақтамыз. Мынақты отверткі мен. Мына төрт шурупты ақтамыз. Мына жерде бір клапан бар, мына жерде бір клапан бар, пружина бар. Соны жаймен абайлап ашамыз. Тепловоз қосылып тұрғасын қасында барып дұрыс түсіндіре алмадым. Разгрузочный клапанды ақтарда абайлап ақту керек. Екі жағында жаңа медный төртбұрышты тұр ғой, соның үстінде және астында пружина бар, сол шығып кетпеу керек. Ұстап тұрып жаймен суырып алу керек. Сосын қоқымнан тазартқаннан кейін салып қоямыз. Негізі ол біздің жұмыс емес, бригаданы. Ол депода істелетін шаруа. Просто егер бір компрессор істеп тұрса, сол бір компрессормен жүре береміз. Егер екеуі де істемей қалып берегенде тоқтап қалып, безвыходный положениеде тұрғанда ғана болмаса, негізі қозғамаймыз оны. Компрессордың ақаулары, есте бар ақаулар осылар.